Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында оңай әрі дәмді бризол жасайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Жасап көріңіз, өте дәмді болады. Артылған етке пияз, тұзды қосып, осылай жақсылап араластырасыз. Фаршын азайтып, аз мөлшерде жасасаңыз болады. Осылай дайындап аласыз. Бір ыдысқа жұмыртқамызды жарып, осылай бір консистенция болғанша араластырасыз. Қызып тұрған табаға бірінші сұйық майды жағып аласыздар. Сөйтеміз да екі жағын аунатып 10-12 минут блинчик қып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіресіздер, а то ортасы піспей қалады. Мен көп мөлшерде жасап жатырмын, сіздер аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Гарниріне кез келген гарнир түрі бола береді. Бұл жерде менде пюре болды. Ортасына майонез кетчупты жағып, начинка салсаңыз да болады. Морковь по-корейски қосып жатырмын ортасына. Начинкамызды салып, осылай жақсылап орап шығамыз. Орап шыққаннан кейін өзіңіздің қалаған гарниріңізді салып, осылай мен сияқты кетчуп майонезбен әсемдесеңіз болады. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Келесі жолы қандай тамақ жасайын?